қаржылық финанстық катастрофтың бірінші о деген сөз. Ең біріншісі, Ресей рублі дүние жүзіндегі ең сенімсіз, құлдырауы ең тез, жаңа кез келген шетел қандай да бір сақтықпен басқа бір елдің ақшасын сақтап отырады. Енді олар тіпті Африкадағы кез келген қаразеңгілердің анау қағаздың бетінде бірдеңке миллион деген цифрмен жазылатын ақшасын сақтаса да, Ресейдің рублін сақтамайды. Ол әлемдегі ең сенімсіз 5 ірі валютаның қатарына енді. Яғни өзгеруі тез, қаржылық нарықтағы бағамдауға қауіпті, кез келген уақытта бүгін түнде Нью-Йорк қор биржасында 100 миллион рубльді сатып алып қарап отырсаңыз, ертең таңертең қор биржа ашылғанда сатып жіберем деп тұрғанда әлгіңіз жоқ болып кететін. Яғни дүние жүзінде алып сатуға және сақтауға ең сенімсіз деген 5 валютаның біреуі болды. Бұл деген сөз өте жағымды жаңалық. Бұл деген сөз Мәскеуде атом бомбы жарылғаннан арман жағымды жаңалық. Мәскеуге атом бомбы жарып тастаса, мен бүйтіп қуанбас едім. Ай, бейуаздар кетті-ау, қаңғып жұмыс істеп жүрген қазақ, қырғыз, өзбек кетіп қалды, обалай. Обалай, қалың Әзербайжан жүреді Мәскеуде таксилетіп, обалай деп жаным ашуы мүмкін еді. Бірақ мынау атом бомбадан арман соққы. Енді екінші жағымды жаңалық. Бұл рубльдің құнсыздануы 61% асып кетті. Әрине, сіз оның анау мықты кезінен бастап есептесеңіз 70-ке жуықтайды. Құлдырау енді ақырындап бастаған кезінен бастасаңыз 67 болады. Одан кәдімгі бірінші кезекте құлдырап, орыстар дереу жаңағы алтындарды, дереу өздерінің алтындарын сатып арқылы рубльді сатылуын тежеп барып құндандырып қалған сияқты. Сол кезде не істесеңіз 68% болады. Қысқасы, рубльдің 60-та 70%-ды құнсыздануы. Оның жаңа пайызы тек оны қай мезгілден бастап есептеуге ғана қатысты. Міне бұл екінші жағым. Ал үшінші жағымды жаңалық, Ресей енді цифрлы рубль енгіземіз дейді. Яғни қағаз рубльден салыстырмалы түрде, мысалы бюджеттіктерге беретін, мысалы бұрын үкіметтерге берілетін қаржы қағазбен жіберіліп отырған болса, енді цифрмен беріледі. Ол деген сөз не? Сыртқы істер министрлігі әрбір сатып алушы, сыртқы істер министрлігі әрбір азық-түлік жаңағы анау-мынау сатып алатын компаниясына енді 1 триллион рубль деген тек цифрмен беріледі. Бұрын мектептерге, мысалы түрмеге мемлекеттік бюджеттен ақша бөлініп, ол қағаз арқылы есеп шоттарына кәдімгі аударылып отырса, енді цифрмен беріледі. Ол деген сөз, жаңағы түрмедегі бұрынғы жеп отырған бастық жей алмай қалады. Бұрын мектептің директоры балаларға тамақ алғанда жейтін, ақ болды, көк болды, ойбай жоқ болды деп есеп беретін. Жей алмай қалады. Енді ол цифр ешқайдан анау-мынауға төленбейді, тек мынаған. Түрмедегі тек қана азық-түлік, арнайы жаңағы супермаркетке ғана төленеді. Бітті. Яғни енді Ресейде жаңағы Путинмен жемтіктес болып отырған пирамидалық іріп-шіреген жүйе енді біртіндеп наразы бола бастайды. Орта буржуазия, яғни билікте әрбір мекеменің бастығы болып отырған, әрбір әскери мекеменің, мемлекеттік мекеменің бастықтары Путинді өліп талып қолдайды. Неге? Путинмен жемтіктес, Путин динозаврды жегенде, олар құмырсқаны соғымға сойып алып отыратын. Сол енді құмырсқаны соғымға сойып алып отырғандар, енді соғымға соятын құмырсқаға да зар болғалы отыр. Ол деген сөз, Путин енді Ресейде орта буржуазияның қолдауынан айырылып қалғалы отыр. Орта буржуазияның қоғамның билеуші табы болған, пирамиданың қақ ортасын ұстап отырған, төменде халықты басып отырған, жоғарда өзінен жоғарғы элитаны асырап отырған орта жіктен Путин айырылып қалғалы отыр. Бұл басы. Енді бұның аяғы не болады? Оны бір Құдай көрсетеді. Енді интернетке телміріп, доллар рубль қанша болды deyip отырамыз. Әрине,
30 жылдан бері мұнай газдан ең жоғарғы өсімін ұстап отырды. Неге? Мұнай газ нарығында Ресейдің сөзі сөз болып отырды. Енді Ресейге арабтардың өзі өшіріп тұр. Неге? Ресейді мұнай газ нарығынан ығыстырып шығарса, арабтың айтқаны болмақ. Сондықтан Джиддадағы құпия жиналыстың мәні де Ресейді бауыздауға бағытталған. Оны алдыңғы лекциямызда айттық. Ал енді Украин тарапы алдыңғы шепте ауыл қыстақтарды біртіндеп алып жатыр. Бірақ қазір батыс саясатында айтылып жатқандай, Украин соғыста өте жылдам нәтижеге жетпеді деген сөздің барлығы жай қауесет. Оның барлығы анығында Украин енді тек қана орыстың жаңағы негізгі энергия көздерін, қамдау көздерін, жанармай қамбаларын, бекеттерін, азық-түлік тасымалдайтын логистикалық құралдарын, көпірлерін, астық қамбаларын жарып тастау арқылы Ресейдің алдыңғы шебіндегі әскерлерді берілуге мәжбүрлеуде. Әлеуметтік желіде бірнеше Яқұт Сақалардың берілген видеолар тарап, қазір бүкіл дүние жүзінің твиттерін жандырып тұр. Онда Яқұттар аттарын айтады. Бәрі орысша болып кеткен, бірақ түрлері қазақтан аумайды. Өз бауырымыз, солар жылап еңіреп жаңағы Украинға беріліп отыр. Бұл да жағымды жаңалық. Ал енді сіздерге бұл рубльдің құлағанынан кейін қазақ қоғамында болатын өзгерістер туралы қысқаша айта кетейін. Алдын ала мына қарғанып сіленіп қалған қарғампаздар мен қарғысолықтарменен сіленіп қалған сіленистерге айтатынымыз, қарғыстарыңызды қалталарыңызға салып қойыңыздар. Жағыңа жылан жұмыртқаласын демек түгілі, жағыңа динозавр жұмыртқаласын десең де, қарғысың өз басыңа қайтып келеді. Біздің айтқанымыз айдай келіп жатыр. Түйені жел ұшырса, ешкіні аспаннан көресің деген. Рубльді жел ұшырды, енді теңгені аспаннан көресіңдер. Қазақ билігі теңгені рубльге байлап отыр. Әрбірден кейін рубльдің құнын сақтап отыруға Тоқаевтың қосқан үлесі зор. Орыстың мың қатыны ұл тапса да, Тоқаевтай ұл таппас. Тоқаев былай қарасаң қайын жұртына, былай қарасаң өзін таптырған әкесіне еңбегін сіңіріп ақ жатыр. Қазақты қынадай қырған сүмелек орыстың рублін сақтап отыруда да үлес қосты. 3 миллион орыс ұшталоқ атпай қазақ жерін басып алды. Бұл отарлаудың жаңа түрі. Бұл кәдімгі ақ орыс шапқан заманның қайта келген. Ақ орыс қазақты оқ атпай қайта басып алды. Енді сен ол орысты тепкілеп отырып, шетелге қайта қуу үшін қаншама уақыт кетеді. Ол алдағы уақытта біздің мойнымызда. Қазақ даласын біз тазалаймыз. Ал рубльді сақтап отырған. Орыстар принтерден салфетка басып шығарғандай, принтерден рубльді басып кеп, бүкіл қазақ даласының кенішін сатып алды. Кім рұқсат берді? Тоқаев. Орыстар қағазын көтеріп алып келді. Оның бәрі кім? Оның бәрі КГБ, НКВД-ның адамдары. Сөйтіп, тонна рубльді басып алып кел, тек Қазақстанға алып кел, Алматы, Астана, тіпті облыс орталықтарынан барлық жылжымайтын мүліктің қайнар көзін алып қойды. Бүкіл скалат қамбаларды алып қойды. Бүкіл жұмыс істеп тұрған логистикалық қамбаларды алып қойды. Бүкіл кен орындарын алып қойды. Қазаққа бергені жаңағы өздерінің принтерінен шыққан рубль. Рубль мен теңгені еркін жібермей ұстап отырған Құлыбаев пенен Тоқаев. Енді қағазын көтеріп алып келді. Оның бәрі кім? Оның бәрі КГБ, НКВД-ның адамдары. Сөйтіп, тонна рубльді басып алып кел, тек Қазақстанға алып кел, Алматы, Астана, тіпті облыс орталықтарынан барлық жылжымайтын мүліктің қайнар көзін алып қойды. Бүкіл скалат қамбаларды алып қойды. Бүкіл жұмыс істеп тұрған логистикалық қамбаларды алып қойды. Бүкіл кен орындарын алып қойды. Қазаққа бергені жаңағы өздерінің принтерінен шыққан рубль. Рубль мен теңгені еркін жібермей ұстап отырған Құлыбаев пенен Тоқаев. Енді қазақ даласында аштықтың көкесі болады. Астық қымбаттайды.
Енді бұзылмайтын, шірімейтін азық-түлікті сақтаңыздар. Un сатып алыңыздар, бидай сатып алыңыздар, күріш сатып алыңыздар. Оны анау алюминий ыдыстар, пластик ыдыстар, анау тышқан, құрт құмырсқа кірмейтін алып ыдыстарға сақтаңыздар. Қанша ақшаңыз артық болады, сонша ақшаңызға азық-түлік алып қойсаңыз, содан қайырлысы жоқ. Бұны алып қойсаңыз, әйтеу нан пісіріп жейсіз. Күріш алып қойсаңыз, палау пісіріп, аман есен әйтеу бала шағаны ептеп қиындықтан өткізіп алуға болады. 2020 жылы астық қымбаттайды, ойбай, астық алыңдар дегенде сөзімді естіген жұрт астықты алды. Бір айдың ішінде ұнның бағасы 2 есе өсіп кеткенде рахмет айтты. 1 тонна астық алып едік, тура сол ақшамызға осы кезде жарты тонна астық әрең алатын едік дейді. Рахмет айтты. Енді осы жолда сөзімді тыңдасаңыздар, зиян шекпейсіздер. Қолдарыңызда сақтап отырған теңгелеріңіз ертең қағазға айналады. Теңгелеріңіз қағазға айналады. Міне, Тоқайды сайлап, Тоқайға сенім білдірейік деген қазақ тоятын болдыңдар. Тоқай билікке келгелі қазақтың басынан апат пен бәле үзілген жоқ. Анда су басады, мында қару жарақ қоймасы жарылады, анда адам қырылып жатады, мында өліп жатады. Тоқайып қанды қаңтарды жасайды, Жаңаөзенде қырғын болады. Тоқайып келгелі көзіңнен жас кеткен жоқ, көкірегіңнен шер кеткен жоқ қазақ. Көзіңді ашатын кезің келді. Мынау Тоқайыпшыл қазақтар. Тоқайыпты біліп не білмей, не жан сақтау үшін жағымпаздықпен қолдап отырған қазақтар. Біз жай қолдадық, біз ұрлаған жоқпыз демеңдер, ертең бастарыңды шабамыз. Басыңды шабатын кезде қылыш, қанды қылыш мойныңа тақағанда, ойбай, біз Тоқайыпты қорыққаннан мақтап едік деп ақтала алмайсыңдар. Біз ол кезде ең рақымсыз қазақ боламыз. Себебі 3 ғасыр құл болған қазақпыз. 3 ғасыр ұлт сатқынын жазалай алмаған қазақпыз. Біз сол заманды күтіп отырмыз. Жаратушы бізге орай берсе, қазақ даласын қанмен тазартатын бір заман келе жатыр. Оны сен қаласаң да, оны сен қаламасаң да, оны сен ұнатсаң да, оны сен ұнатпасаң да, сен қарғасаң да, сен сілесең де, ол келе жатыр. Ол жаратушының бұйрығы. Міне дүниенің ауқымы солай бара жатыр. Көп жұрт айтқан сөзімізге күдік келтіреді. Орыс ойран болады деп айттық. Былтыр 2022-нің сәуірінде рубль құлайды деген лекция сөйледік. Бір жылдан бері қыңқыл-сыңқыл, мысқыл, ажуа үзілген жоқ. Ойбай, рубль құлайды деп едің, рубльің күшейіп барады. Рубль күшейіп, қазақ жерінде орыстар үй сатып ап, үй қымбаттап жатыр. Орысың тасталқан болады деп едің, Украинада әлі бейтіп жатыр. Ойбай, орыстың қаруы қиын деп, қара орыстар жүйкеге тиді. Міне, бір жылдың ішінде орыс өзінің кім екенін көрсетті. Дүние жүзіндегі екінші үлкен алып империя қатардағы 3-ші дүние жүзілік елінің санатына жататын Украинаның тең еместігін көрсетті. Америка мен Еуропаның 80-ші жылғы қарулары Ресейдің кеше зерттеп жасап, аузы көбіктеніп әлемге мақтанған қаруларының тасталқанын шығарып жатыр. Міне, қазіргі соғыс орысты бауыздау соғысы, қансырату соғысы, бас салып Мәскеуге атом ату соғысы емес. Енді қансыратып, бұл сұмырай зұлым жүйені, бұл шовинизммен, рашизммен ауырған бұл тобырларды, бұл дәджәл сияқты әбден асқынған сасық көкіректерді, астамсығандарды әбден мойындатып, санасын әбден тұқыржылатып, тізеге басып, табанға таптап, екінші сасық кеудесін көтере алмайтындай халге апару, мойындату. Міне, қазір соғыс біртіндеп Ресей аумағына ауысып келе жатыр. Мәскеу облысында құпия зауыт
қару жарақ жасайтын цехы бар зауыт жарылды. Видеоларды көрсең, бұғанға дейін орыстың боғауызының қаншалық екенін білмесеңіздер білесіздер. Ана жерде жаңағы боғауызданған аңыраған орыс, мына жерде боғауызданған орыс. Міне, өткенде дрондық шабуылдарда ол бір, яғни орыстардың сасық көкірегі басылып